Баршаңызға сәлем, қайырлы күн, қалайсыздар, құрметті қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен осындай балықтан жасалған тағам түрінің рецептімен бөліскім келіп тұр. Бұл тағам негізінде балықтан жасалған сорпа, яғни уха деп айтады. Менімен бірге болыңыздар және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен айта кетерім, және де осы балықта негізде көптеген дәрумендер бар. Балықты қуырғанға қарағанда осыдан бұқтырып, не болмаса сорпа түрінде даярлаған өте адамға пайдалы. Барлық дәрумендер, көптеген дәрумендер бар балықтың құрамында, білесіздер. Сол себепті көп жасап тұрыңыздар, мейлінше балдарға да, өздеріңізге де барлыққа пайдалы. Осылайна мен алдын ала балықтарымды қайта тұзды суға жуып алдым, жақсылап. Сосын міндетті түрде қазанға салып, бір қайнатып аламын. Кәдімгі ет тағам сияқты көбігі шығады. Бір-екі мәрте алып тастауға тырысыңыздар мүмкіндігінше. Міндетті түрде көкөністер қосамыз, татымына қарай өздеріңіз қалауларыңызша қосыңыздар. Мен кәдімгі болгар, бұршын, пияз, картоп және де сарымсақ қолдандым. Ең алдымен осылай сәбізден бастайсыздар. Жақсылап майдалап турадым. Сәбіз, болгар, бұршын және картопты барлығын алдын ала турап дайындап алдым. Мінеге мен бұл жерде екінші мәрте қайтара көбігін алып жатырмын. Мейлінше көбікті алып тастауға тырысыңыздар. Бұл да кәдімгі сорпа, еттен жасалған сорпа тағам сияқты тағам. Осылай көбігін жақсылап алыңыздар және туралып қойған көкөністерімізді, картоп, сәбіздерімізді қатарынан сала бересіздер. Ең бірінші мен пияздан бастап салдым. Пиязды бүтіндей салдым. Мен көп жағдайда пиязды бүтіндей қолданамын. Кейін тамақ дайын болғанда бүтін пиязды қайтадан алып тастаймын. Көбінесе пияздарды балдарым өзім жемеймін, сол себепті осылай қолданамын. Енді пияздан кейін міндетті түрде томат қосасыздар тағамға. Томат қосыңыздар, томат болмаған жағдайда қызанақ қоссаңыздар да болады. Және де осы сәбізді салдым бірінші. Қатарынан сосын болгар, бұршын 5-10 минуттың жобасында картопты салып отырдым. Сарымсақты да майдалап турап алдым. Сарымсақты да соңында салдым сарымсақты. Және де лабыр жапырағын міндетті түрде қосасыздар. Мінеке осылай 3-4 штук қана жеткілікті. Мінеке тамақ 1 сағаттың жобасында дайын болады. Тамақ балықтың басынан жасалғаннан кейін шамалы ыңғайсыз, но өте дәмді. Ас болсын, міндетті түрде жасаңыздар, өте пайдалы, дәруменге толы тағам.